Жаңызға қайырлы күн. Энкалайф қайта оралды. Олар бұнда ойнап жатыр. Осындай корзинка, мына жерінде есігі бар, бірақ есігін жауып қойдым. Себебі есіктен бұл кісі қашып кетеді. Мынандай хитрый жігітті көргенсіздер ме? Көктемінде акула бар. Қайда қашып бара жатсың? Мынаны есіктен қарап тұрған не бар деп. Өзімнің түрімді де осылай бір түсіріп қояйын. Нұрекең әлі тұрған жоқ. Ал мен шайын дайындап қойып, күтіп отырмын. Ана жерде омардай ойнап жүр. Шашып всегда. Шашат. Қоян! Эй, қоян! Omar. Su istemiyorum. Niye anasını alsanız mı? Ha? Ya ne sizi tuttunuz? Oturam bitti. Ha? Şaşınlara, barber shop. Қайтасы да бұл. Маған мынандай күшті сыйлық келген болатын. Жаңа шаймен трюфель дәмін көрдім. Прям күшті екен қыздарына. Қандай фирма екенді, не екенді білмеймін. Бірінші рет жеп тұрмын, дәмі күшті, прям ұнайды маған қатты. Бұның ішінде анандай свеча бар, сыйлыққа келіп берген. Қайдан алған білмеймін, открытка и мерси. Мен бұл мерсиді кәдімгі мерси деп ойлағанмын. Мынандай кішкентай мынандай әртүрлі цветтермен бар ғой. Но оказывается ондай емес екен. Оказывается мынандай екен. Я в шоке, қыздар. Іші мынандай вообще. Қызық, иә, күшті, иә? Түркішті, үлкен кәдімгі. Қараңыздаршы. Күшті сыйлық ұнады маған, альхамдулилля. Еще бұның ішінде лампочка тұрған, қазір көрсетем. Лампочка тұрды. Бұл лампочка еще жанады. Ой. Қазір. Вот. Күшті, иә? Қандай керемет сыйлық. Алдында алып келген болатын, соны енді көріп. Енді көріп дегенде көрдім ғой, кезде лампочканы барлығы көрдім, но шоколадты енді мынаны жеп көрдім, мынаны енді ашып батырмын. Қазір осынан шаймен ішемін. Ура! Магнумның мынандай набор алған болатын, ішінде бомбочка и мынандай сабын бар. Екеуін алғам, мынандай түрі, и мына жақта тоже бір бомбочка, бір сабын. И мына бомбочканы қазір ваннаға салып көрмекшімін бірінші рет. Көреміз қандай болады. 1, 2, 3. Қалай салады екен? Соль бар сияқты ішінде. Қана. Вау! Точно соль бар ішінде. Я же почувствовала. Біз Адам сауда орталығына бутикке бара жатырмыз. Омар екеуміз. Омартайдың бутигіне жатырмыз. Все, сен бутигіне бара жатырмыз. Алматыда прям туман. Маршрут. Біз Адам дейміз. Вот, Панда Kids дүкеніне келдік. Осындай міне магазин. Омар, қайдасың? Омар! Омардың бутигі. Мына жақта ұлдарға арналған киімдер. Мына жақта новорожденныйларға арналған киімдер, яғни жаңа туылған балаларға. И мына жақта қыздарға арналған киімдер. И мына жақта сумка, роддом, ойыншықтар, сондай сияқты. Мына жақта конверттер, мына жақта тоқыма киімдер, астында ползункалар. Панда, нежный правил Kids, нежный правил KZ деген парақша. Парақшамыз сондай. Жалпы осындай. И термоковриктер бар. Біздің үйде бар, кстати, термоковрик осындай. Колясканың артына блокноттарды қойып алдым. Қазір қыздармен үстіне шай ішуге бара жатырмыз. Ақылдасатын жұмыстар бар соған. Жалпы екі жұмысшы жұмыс жасайды. Панда Kids, Суперкеншек KZ деген шоп, то есть Суперкеншек шоп парақшасы ыдыс-аяқтар, сосын Панда Kids детский киімдер. Сол екеуімен, екі қызбен кездесем. Скоро олар менеджер болады біздің дүкеннің. Күшті бір акция ұйымдастырғалы жатырмыз.
соны ақылдасуға үстіне бара жатырмыз. Қараңыздар, мүлде еш нәрсе көрінбейді. Біз Омар екеуміз шықтық, такси шақырып қойғанбыз. Қазір үйге барамыз. Үйге барып, Нұрекен келмес бұрын дейсіз, үй жинатса керек, есі өсіп тамақ жасау керек. Қыздармен әңгімелесіп, мәселелерді шешіп, шешім қабылдап келе жатырмыз. Қарата түсір қойын, қараңыздар. Я чисто жұмыс. Менің көмекшім Гүлбану. Арқасына ғана түсірем, арқайынан ғана түсір отырып, специально түрін көрсетпей. И міне қараңыздар, қандай тұман. Алдыда ешнәрсе көрінбейді. Прям осындай, қараңыздар. Алды ана жақта жол, үй машиналар тұр керек. Еш нәрсе көрінбейді, осындай тұман прям. Әсіған. Омар қарап қойды. Астын қойып жатыр. Онда колясканың үсті и Омар. Асты баяғы жақта тұр. Енді үйге бара жатырмыз. Приключение болып тұрмын. Даже Омардың өзімен түсін отқан сияқты. Үйдің кілті негізі бір ғана штук. Оны мен бутикта ұмытып кеттім. Бутиктер 8-де жауып тастайды и сигнализация қояды. Бутиктерді 8-де жабады и сигнализация қойып тастайды. Енді білмеймін, қалай келісіп барып, ашып, алып, үйдің кілтін алуға болатын білмей тұрмын. Күйеуіме өтініш жасадым, ұрыспаңыз деп сұрап, кілтті мүмкін рұқсат берсе алуға болады ма деп. Бірақ бұл жерде под вопросом, да? То ли рұқсат береді, ашып алып береді кілтті. То ли вообще рұқсат бермейді и біз просто қайда қонамыз білмеймін. Одан барым. Үйде жұмыстар бар. Күйеуімнің жұмысы компьютермен, үйде компьютер үйде. Даже білмеймін не істейтінімізді. Обидно, так как полезен шоу уже кетіп бара жатырмын. Сонымен жолдасым сөйлесті, сұрады, болады деп айтты, бірақ сағат 10-да деді. 10-ға дейін әлі біраз уақыт бар. 10-ға дейін бір жерге бара тұрыңдар, бір жерде отыра тұрыңдар деп отыр енді. Кішкене магнум аралап жүреміз, сосын бір жерде отыра тұрамын енді. Қалай ұмытып кеттім енді, оның барлығы Аллахтың қалауы ғой. Мен вообще ойлағам, үйге келіп тамақ жасап, үй жинап, жолдасымды күтіп алам деп. Как раз жолдасымда уақыты тығыз, жұмыстар тығыз кезде осындай болып қалды. Енді Аллахтың қалауы, альхамдулиллах, басымыз аман ғой әйтеуір. Вот спасатель. Мен Галайфқа түсіріп отырмын. Кілтті алып келді. Еще бізді алып келді. Кілтті қалай алғанымды түсірем керек та сен. Түсірмедіңіз бе сіз өзіңіз? Қайдан білмеймін, ондай сөз. Короче, бір қырғынмен алған ғой. Омар қолында ұйықтап келе жатыр. Аллаға шүкір енді үйге келе жатырмыз. Магнумда болдық. Ақмақ бас екі аяқтың соңы дейді. Қазақ айтқан ғой, ақмақ бас екі аяқтың соңы дейді. Хорошо, что сен столдың бутикте жоғалтқан. Маған мысалы, а то бутикте жоғалмай басқа жерге түскен бе? Мені ойын алды. Бутикте бутикте емес, басқа жерге жоғалғанда бұл кездері квартира жалдап, квартирада жүретін или гостиницада ма, хостелда ма. Семейство ақ киім. Магазинге нан алуға шықтым. Жаңа магнумда жүріп, нан алуды ұмытып кетіппін ғой сол. Нәсіпке алып кеткенсің ғой магнумда, нан емес. Сол нан алам. Қазір Нұрекең тамақ жеді. Нұрекең жұмыс жасайды, сабақ өтуге кетеді. Ал мен неде боламын. Нан алып келдім. Уже күйеуім тамақ шауып кетіп қалды. Шашылып жатыр деп па. Қазір өзім шай ішейін деп отырмын. Омар жоқ кетті ғой.
Короче, айтқым келгені, үйдің жанында магазинде мынандай печенье сатады екен. Қыздардың 7 теңге. Значит, получается, кішкентай штукта килограмм 1000 теңге, сондай теңге заттар ғой негізі. Аз ғана штук, зато бізде үйде мен татын жақсы көрмеймін, күйеуімде жемейді. Сондықтан дастарханға қоя салғанға, бір тарелкаға жасай салғанға, либо там өзіңе дәмін көргің келген кезде сондайға күшті екен да, кішкентай ғана. Мен лепешка алдым, уже желінген, жаңа күйеуім тамақ ішіп кетті. И мында лепешка ақсайдікі немен, лукпен осындай алдым. Енді өзім шай ішейін деп жатырмын. Мына жақта мына кісі шай ішуге мүмкіндік берсе. Баршаңызға қайырлы түн. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше.